Әр кезең теңіздің өр толқынындай асау жырлары мен оқырманды сүйсіндіретін таланттарын тудырары хақ. Әріден сөз қозғамай-ақ, өткен 20 ғасырдың 60 жылдарына көз тастасаңыз, поэзияға Қадыр, Меңдекеш, Тұманбай, Жұмекен, Фариза, Мұқағали, Төлеген, Өмірзақ сияқты айбынды да айбарлы ақындар легі жыр сүйер қауымды елең еткізді. Осындай таланттары бар қазақ поэзиясына 70 жылдары тағы бір толқын, Мылтықбай, Есенғали, Жұматай сияқты ертеңінен үміт күттіретін жас буындар келіп қосылды. Солардың бірі жерлесіміз Айтуар Сабыров болатын. Келмех ауданының Сарыбел шіркет шаруашылығында туып өскен Айтуар ағаның тұңғыш топтама өлеңдері 1975 жылы Қазақстаннан шығатын Пионер журналында жарық көрді. Журналдың сол кездегі редакторы Фариза Оңғарсынова Өмірзақ пен Төлегенді түлеткен өзбек өмірінен тағы бір таланттың дүниеге келгенін жұртшылыққа қуана хабарлаған болатын. Осы бір толқынысты сәттерді ақын аға Жаңақазған ауылындағы нөмірі 5-ші орта мектеп оқушыларымен болған кездесуде бұлайша баяндаған болатын. Мен сол 1975 жылы орта мектепті бітірген жылдары Пионер газетіне өлең жазып тұратынмын. 75 жылы Пионер газетінің редакторы ақын Фариза Оңғарсынова тұңғыш бір топ өлеңдер жинағымды өзінің журналында жариялады алғы сөзбен. Содан кейін өлеңге деген қызығушылығым одан бетер арта түсті. Содан кейін өлең жаза бастадым. Көптеген республикалық газеттерге де өлеңдер жаздым. Мен ұлымын жайлаудағы шопанның, қысы жазы ізін баққан отардың, бала жастан табиғатпен тілдесіп, жырларыма жасындардан оталдым. Күнге қарап өскенмін мен, өрем күн, соның нұрлы шуағына бөлендім. Қырқадағы қызғалтақпен жарысып, алып ана табиғатты телемдім. Мен дегенің жазылмаған өлеңмін, не де болса алдан бәрін көрермін. Жатсанаймын арзан ойын күлкіні, өмірімнің күндіз еңбек жыр түні. Менің мынау жалынатқан кеудемді өшіре алмас адамдардың күңкілі. Өзі берген от жүрегім көп көрсе, табиғаттың өзі өшірер бір күні де. Міне сол өлеңменен мен тағы да бір топ өлеңдерім бар еді, әжеме деп жазылған, балалық шақта жазылған өлеңдерім. Сонымен Пионер газетінде тұңғыш рет тұсаукесер өлеңдерім жарияланды. Шежіресі шерге толы ел дөстім, өлең менің ерттеулі кербестім, мен бар жерде өлең сірі өлмейді, өлең барда мен де сірі өлмеспін деп, ақын өзі жырлағандай, өміріне өлеңді өзі қылған әйекеңнің өмір баяны да поэзиясында қыры мен сыры мол шежіре іспеттес. 1976 жылы Ташкенттегі Низами атындағы университеттің филология факультетіне оқуға түсіп, оны аяқтаған соң жолдамамен Қарақалпақстан Республикасына барып, ол жерде де творчество адамдарымен араласты. Қарақалпақ әдебиетінің ақсақалдары Ибрагим Юсупов, Жолмұрза Аймұрзаев, Шаудырбай Сейітов, Төлепберген, Қайыпбергеновтер мен мінбелерде қатар өлең оқыды. 1988 жылы Қарақалпақстанға бірінші хатшы болып белгілі ақын Кәкімбек Салықовтың баруы әйекеңнің өмірінде соны бетбұрыс болды. Хатшы ағаның айтуымен бұрын Абайды Қарақалпақша сөйлеткен Бердақ атындағы сыйлықтың иегері Шаудырбай Сейітов Айтуардың өлеңдерін Қарақалпақшаға аударып, 1989 жылы Нөкіс баспасынан Сағыныш атты тұңғыш жинағын жарыққа шығарды. Бір кездері Мұқағали Мұқатаев пен Мәскеуде әдебиет институты тірі Мұқағали ғой деген болатын. Дуалы ауыздан шыққан сөздің әсері болар. Содан кейін Айтуарды қасындағылар тірі Мұқағали атап кетті. Кең табиғат қойнауында туып, сонда өскен ақын ондағы әрбір құбылысты қалт жібермейді.
Сондықтан да ақын өлеңдерінде сезімді серкедер жауқазындай жайқалған шатты, күздің суық желінен үзілгелі тұрған жапырақтай мұңды, шерлі жолдар кезек кездесіп отырады. Ендеше ақын өлеңдеріне құлақ түрсек. Ақындық бұл үлкен бір ел алдындағы, халық алдындағы, отан алдындағы үлкен міндет. Ақын боп сірә күн кешу оңай деймісің қарағым, аузында болу бұл өзі сыздаған әрбір жараның деп талантты ақын Төлеген Айбергенов бекер айтпаған болса керек. Мен өзімді ешқашан ақынмын демеймін, мына халқым ақын деп бағаласа, солардың алғысына бөленсем, онда менің еңбегімнің жаңғығында. Мен бір өлеңімде қарғайтынды халығым, қорғайтынды халығым, баяны жоқ халықсыз, бақыттың да нәрінің, тарыққанда талықсып, жөнді жөнсіз налыдым, кешіре көр алыбым, кешіре көр халығым. Халық жолдан адасса, қалың тұман торлайды, мейірленсе жібейді, қасарысқан тоң қайғы, қалың жұртқа тас атқан, қай кезде де оңбайды, айта көрме ондайды, айта көрме ондайды. Халық деген қарғамау, қалың нөпір ғана ма, түсінбесем мен оны түйсіктерге санама, халық менің ұқсайды, мейірі кең анама, жаным соған садаға, қала алмаймын панада. Ол жоқ жерде мен қашан мейірімге жарыдым, басу айтар сол ғана қаһарланса кәрі мұң. Өздеріңе сүйеніп тарттым өмір шарығын, аман бысың халығым, аман бысың жарығым деп жазған болатын. Мен қашанда халықпен біргемін.